Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет жұмсақ болып шығатын балалық шақтың бал дәмі пончиктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен алдын ала електен 500 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және бұның үстіне 250 грамм жылы сүтімізді құямыз. Одан соң үстіне 10 граммдай ашытқы және жарты шай қасықтай тұзды саламыз. 12 ас қасық қантымызды салып, және де 2 дана жұмыртқамызды жарып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне дәл осындай кішкене ғана қолға жабысатындай қамыр болады. Одан соң бұның үстіне 80 граммдай сары май, бөлме температурасында тұрған сары майды салып, барлығын біріктіреміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Міне дәл осындай жұмсақ болып, пушистый болып біздің қамырымыз көтерілді. Енді бұны ұн себелей отырып, жұмыс үстелімізге жақсылап тұрып, бір иін қандырып аламыз. Одан соң кішкене бөліктерге бөлейміз. Менде осы көлеммен 15-17 дана пончиктер шықты. Сіздерде өздеріңіздің көлеміңізге қарай бөлсеңіздер болады. Міне дәл осылайша кішкене бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Осылай барлығын томалақтатып дайындап аламыз да, ең бірінші жасаған томалағымызды осылайша кішкене жайыңқыраймыз. Және де бұның ортасын тесіп, яғни томалағын алып тастаймыз. Міне барлығы дайын болғаннан кейін жылы жерге бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Одан соң барлығы көтеріледі. Сол аралықта біздің күнбағыс майымызды қыздырып дайындап аламыз. Бір пончигімізді алып, қызып тұрған майға салып, осылайша екі жағын қызарып, толықтай піскенше пісіріп аламыз. Бұл пончиктардың құрамында қант болғандықтан тез қызарып кетіп, бірақ іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да отты орташа көлемге қойып, екі жағын аудара отырып, толықтай пісіреміз. Екі жағы қызарғанша толықтай пісіріп дайындап аламыз. Барлық пончиктарымыз пісіп дайын болды. Енді бұны өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен қара шоколадты ерітіп, осылайша бетіне құйып, бетіне кез келген кондитерлік себінділерді сепсеңіздер болады. Немесе жай ғана қант пудрасын бетіне сеуіп, осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлық кішкентай балалардың көңілінен шығатынына сенімдімін. Ас болсын.